Сәлеметсіздер ме, құрметті Қызылорда облысының тұрғындары. Бүгін төтенше жағдайлар департаментінің ақпарат алаңында департамент бастығы азаматтық қорғау полковнигі Омар Құмарұлы. Бүгін біз брифингімізде департаменттің ағымдағы жылдың 1-тоқсаны бойынша атқарылған жұмыстар жөнінде баяндайтын боламыз. Және тұрғындар өзара сауалдарыңыз болатын болса, жолдай беріңіздер. Баяндама аяқталған соң міндетті түрде жауап беретін боламыз. Омар Құмарұлы, сөз кезегі өзіңізде. Сәлеметсіздер ме, құрметті жерлестер, Сыр өңірінің тұрғындары. Қысқаша 2019 жылдың 1-тоқсандағы Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментінің атқарған жұмыстар туралы мәлімет беруге рұқсат етіңіздер. 2020 жылдың 1-тоқсанда Қызылорда облысының аумағында 122 табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар тіркелді. Осы орын алған төтенше жағдайлар кезінде 12 адам зардап шегіп, 3 адам қаза болды. Былтырғы 2019 жылдың осы мерзіммен салыстырғанда зардап шегушілердің саны 74-те 5%-ға азайды, ал қаза болғандар 82-де 4%-ға азайып отыр. Сонымен қатар, бұл қаза болғандардың ішінде 3 адам өрт кезінде қаза болса, 2 адам қысқы мезгілде, қысқы маусымда мұз бетіндегі қауіпсіздік шараларын сақтамаудың кесірінен балық аулау кезінде су айдындарында қаза болды. Есепті кезеңде материалдық шығын 62-де 2%-ға азайып отыр. Мысалға 2019 жылдың 1-тоқсанда осы төтенше жағдайлар кезінде 2.800.000 теңге материалдық шығын келсе, биыл 20 жылдың 3 айында 1.100.000 материалдық шығын келді. 122 табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға тоқталып кететін болсақ, 122 төтенше жағдайлардың 117-сі техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар және 5 төтенше жағдайлар бұл табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар. Осы есеп беру кезеңінде, яғни 3 айдың ішінде біздің департаменттің қарасты бөлімшелердің күш құралдары 354 рет дабыл бойынша шығыстарға шықты. Соның ішінде өртке 82 рет, авариялық құтқару жұмыстарын жүргізуге 9 рет, сондай-ақ өртке жатпайтын жану оқиғаларына 213 рет, іздестіру құтқару жұмыстарына 20 рет шығыс болды. Одан бөлек тағы да тұрмыстық сипаттағы шығыстар 32 рет. Және де біздің күш құралдар, қызметкерлер жол көлік оқиғаларына да шықты 2 рет. Осы шығыстардың, яғни авариялық құтқару жұмыстар жүргізу кезінде 29 адам құтқарылып, төтенше жағдайлар аумағынан қауіпсіз жерлерге 46 адам тұрғын эвакуацияланды. Сонымен қатар біздің медициналық қызметкерлеріміз медициналық қызмет 32 адамға алғашқы медициналық көмек көрсетіп, ауруханаларға жеткізді. Су тасқыны жағдайына келетін болсақ, 1-тоқсанда біздің негізгі назарымыз осы Қызылорда облысының бойымен өтетін Сырдария өзенінің су тасқынында ұстадық. Жергілікті Қазгидромет пен Қазсушар Қызылорда облысының филиалдарымен бірлесіп, күнделікті Сырдария өзенінің арнасында су деңгейін мониторинг жүргізіп отырдық. Биыл облыс аумағында су тасқын кезеңі наурыздың 5 күні аяқталды. Департамент пен жергілікті атқарушы органдардың бірлесіп жүргізген іс-шаралардың нәтижесінде облыс аумағында елді мекендерді су басу фактілері тіркелген жоқ. Сонымен қатар, осы су айдындарында қауіпсіздік шараларын сақтау бойынша қызметкерлердің күшімен кешенді түрде жұмыстар атқарылды. Атап өтетін болсақ, су айдындарында 63 рет рейд жүргізілді. Нәтижесінде 1985 дана үнпарақтар тұрғындардың арасына таратылып, қауіпсіздік талаптары түсіндірілді. Бұл жұмыстарға біздің департаменттен 285 қызметкер қатысса, сонымен бірге
былтырдан бастап біздермен бірге еріктілер де осы бағытта жұмыс атқаруда. Осы рейдтік шараларға 115 еріктілер, яғни волонтерлар қатысып, тұрғындардың арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізуге көп көмектерін тигізді. Облыстық азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесін дайындау жоспарына сәйкес департаменттің күш құралдары жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, наурыз айында көктем 2020 республикалық командалық штабтық оқу жаттығуына қатысты. Бұдан бөлек біздің департаменттің басқармалары облыс аумағында 226 оқу жаттығу өткізді. Осы мана айтып кеткендегідей біздің тұрғындардың арасында профилактикалық жұмыстарды күшейтіп кешенді түрде жүргізгеніне қарамастан, балық аулау кезінде мұз үстінен 2 адам су астына кетіп қаза болды. Сондай-ақ Байқоңыр ғарышкер айлағынан жыл басынан бері 2 зымыран тасығыш штаттық режимде ұшырылды. Осы Байқоңыр ғарышынан ұшырылған әрбір зымыран тасығышта біздердің күш құралдарымыз жоғары дайындық күшейтілген қызмет бабына көшіріп отырамыз. Сонымен қатар біздің ең басты жұмыстарымыздың бұл профилактикалық іс-шара өткізу, бұл өрт қауіпсіздігін сақтау, қамтамасыз ету. Осы бағытта, яғни есепті кезеңде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында 146 объект тексерілді, нысан. Осы нысандарды тексеру нәтижесінде 429 тармақтан тұратын өрт қауіпсіздік талаптарының бұзушылығы анықталды. Және осыған байланысты тексеру нәтижесімен өрт қауіпсіздік талаптарын бұзған 132 жеке және заңды тұлғаға әкімшілік іс қозғалып, айыппұлдар салынды. Яғни осы өрт қауіпсіздік бағытында профилактикалық жұмыстарды жүргізуіне қарамастан 82 өрт оқиғасы болған, мана мен жоғарыда айтып өттім. Осы өрттердің салдарынан 3 адам қаза тапса, 2 адам әртүрлі жарақаттарын алды деп. Бұны айта кету керек, 82 өрт оқиғаның 75% тұрғын үй секторында орын алуда. Өйткені әліге дейін тұрғындар өрт қауіпсіздігіне көп мән бермей, немқұрайлықпен қараудың салдарынан осындай оқиғалар көп орын алуда. Енді тағы да тоқталып кететін жағдай, бұл алдымызда келе жатқан өрт қаупі, күннің жылуына байланысты өрт қаупі маусымы басталып жатыр. Осыған байланысты біздер қазір жоспар құрып, мына қазіргі елімізде орын алып жатқан коронавирус індеті аяқталғаннан соң тұрғын үй секторында тұрғындардың арасында үгіт насихаттарын жұмыстарын жүргізуге жалғастырамыз. Осыған дейін біздер әртүрлі 19 үгіт насихат материалын әзірлеп, 15 мыңнан астам дана шығарып, тұрғындар арасына тараттық. Сонымен қатар тұрғындарды жинау арқасында 34 лекция, 41 жиын өткізіліп, 9 мыңға жуық адамдарды арасында осындай сабақтар жүргізілді. Тағы да айта кететін нәрсе, былтырдан бастап біздер 2019-20 жылдың жылу беру маусымында бойынша, соның ішінде жылу беру маусым кезінде тұрғындардың жеке тұрғын үйлерінде пештердің, жылыту пештерінің көмір қышқыл газдарынан уланып қалмау бағыты бойынша кешенді түрде жұмыстар жүргізілді. Сонымен бірге жергілікті атқарушы органның есебінен, жергілікті бюджеттің есебінен 3800-ден астам көмір қышқылын газын анықтайтын датчиктер сатып алынып, күні бүгінге дейін 2588 датчик тұрмыстық жағдайлары төмен және көп балалы жалғызбасты аналар тұратын үйлерге орнатылды. Мүгедек үлкен кісілер тұратын үйлерге орнатылды. Сонымен басқа қазіргі кезде біздегі есептерге сай 1671 табиғи газдың анықтайтын датчиктер орнатылған. Бұдан бөлек тағы да айта кететін мәселе, бұл қазіргі кездегі коронавирус бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарға тоқталып кеткім келеді. Біздің күш құралдар қызметкерлер коронавирустың тұрғындардың арасында түсіндіру үшін біздегі бар автокөліктермен
тұрғындардың тұратын үйлерінің аумағында, тұрғын үй секторының аумағында көшелерде жүріп, осы коронавирустың тарамау алдын алу бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізудеміз. Бұдан бөлек теледидар арқылы, радио арқылы және де осы әлеуметтік желілер арқылы да басқа да түсіндірме жұмыстарын, материалдарды таратудамыз. Қысқаша 2020 жылдың 1-тоқсандағы атқарған жұмыстар осылай. Сұрақтарыңыз болса, біз жауап беруге дайынбыз. Баяндамаңызға рахмет. Омар Құмарұлы, осы сіздің баяндамаңыздан кейін бізге Арал ауданының тұрғыны Гүлнар Тілекбаевна есімді азаматтан WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы сұрақ келіп түсті. Сауалы: балам Нысанәлиев Ердәулет Арал ауданы нөмір 3 мамандандырылған өрт сөндіру бөліміне жарияланған вакант бойынша 2019 жылдың тамыз айында өтініш берген болатын. Ол азамат 55-71 әскери бөлімінде отан алдындағы борышын орындап келді және арнаулы оқу орнын бітірген, денсаулығы жарамды, қазіргі таңда жұмысты күткеніне 8 ай болды. Өз сарапыңыздан қандай мүмкіндік жасай аласыз дейді. Түсінікті, сұрағыңызға рахмет. Бұл сұрақты біз алғаннан кейін зерделеп қарадық. Шынында да былтыр өрт сөндіру қызметі бойынша бос ваканттық лауазымдарға байланысты біздер конкурс жарияламыз. Осы конкурсқа барлығы тұрғындардың арасынан 75 үміткер арыз берді. 75 үміткердің біздер 36-сын жұмысқа алдық. 36-сын резервке қойдық. Соның ішінде сіздің де балаңыз сол неде резервте тұр. Бос лауазым. Өзіңіз сұрағыңызда біздер қарап естідік. Арал ауданындағы нөмір 3 мамандырған өрт сөндіру бөліміне үміткер ретінде. Сол 36-ның қазіргі кезде 21-і жұмысқа қабылданды. Былтырғы тамыз айынан бері. Бірақ Арал аудандағы 3-ші өрт сөндіру бөлімінде бос лауазым болмауына байланысты сіздің балаңыз қазір очередьте деп айтамыз ғой, неде есепте 15-ші болып тұр. Мына жерде айта кету керек, біздер жұмысқа алғанда әскери дәрігерлік комиссиядан бөлек дене шынықтыру дайындығы бойынша да біздер комиссиялық түрде дайындық тексереміз, физический подготовка дейміз ғой. Сол кезде осы үміткер, сіздің балаңыз турникке 3-ке тапсырған, талапқа сай емес, 12 рет. Ол одан көпірек тапсыру керек. Одан кейін 100 метрге 5-ке жүгірген, және 3000 метр 3 километрге тоже 3 деген баға алған. Сондықтан біздер жұмысқа алғанда осыларды бәрін қараймыз. Кімдің дене дайындығы, дене шынықтыру физикалық дайындығы талапқа сай, соларды бірінші жұмысқа аламыз. Және қай аудандардағы үміткерлер қай неге нету үшін. Егер сіздің балаңыз жұмыс жасағыңыз келсе, басқа ауданға бос лауазымдар босаған кезде қалаға жұмысқа алуға дайынбыз. Одан бөлек біздерде басқа облыстарда да бос орындар бар. Егер балаңыз осы өрт сөндіруші болам, өрт сөндіру қызметі жұмысқа кірімдесе, басқа облыстарға, Ақтөбе облысына, Астана, Алматы, Атырау облыстарына жұмысқа жіберуге болады. Жауабыңызға рахмет. Және келесі сұрақ Нұр.kz сайтының меншікті тілшісі Махмуд Байходжаевтан келіп түсті. Сауал мынандай: как карантин повлияет на работу департамента и его подразделения деген. Согласно приказа министра внутренних дел от 16 марта, весь личный состав департамента перешел на особый режим работы. Мы сейчас совместно с сотрудниками полиции, департамента полиции области и районных отделов полиции проводим работу по предупреждению, по профилактике коронавирусной инфекции среди населения. Наши в конце марта, 31 и 1 апреля силами наших подразделений проведена большая работа по дезинфекции жилого сектора, в том числе микрорайона Арай, Ахмешит. Наши подразделения 2 раза выезжали для проведения дезинфекции. Каждый мы до обеда и после обеда проводим оповещение, специальные машины УАЗ оповещения у нас есть. Такие же мероприятия проводятся у нас в районных центрах на машине по громкоговорящей связи. Все лечебные учреждения, которые, где проходит лечение
больные коронавирусом, мы взяли на особый контроль, провели онлайн режиме требования, довели требования пожарной безопасности, и все эти объекты у нас на особом контроле. Келесі сауал WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы келді. Көкшетау техникалық институты бойынша өтініштер әлі қабылданып жатыр ма, және қалай тапсыру керек? Ережелерін айтып өтсеңіз. Осы карантин жарияламастан бұрын біздер Көкшетау техникалық, бұл жерде айтып кетейін, жылма-жыл Көкшетау техникалық институтына үміткерлер жинауды біздер қараша айынан бастаймыз. Биылғы 2020 жылға Көкшетау техникалық институтына оқуға түсу жұмысын біздер қараша айынан бастадық. Арнайы жоспар дайындадық. Жоспар бойынша осы облыс аумағында орналасқан барлық мектептерге, орта оқу орындарының бәрін аралап шықтық. Енді мына коронавирусқа байланысты наурыз айының ортасында бізді бұл жұмысты тоқтаттық. Биыл бұрынғыдай емес, талап кішкене өзгеріп жатыр Көкшетау техникалық институтына түсуге. Осы карантин біткеннен кейін біздер бұл жұмысты жалғастырамыз. Сол кезде біздің департаменттің немесе өрт сөндіру қызметтің кадр бөлімдері қызметіне телефон арқылы хабарласып, толық мәлімет алуға болады. Жауабыңызға рахмет. Қазіргі таңда сұрақ-жауап аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.